Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Біз келесі қаржылық сауаттылық курсы бойынша келесі дәрісімізді бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз қаржылық тәуекелдер және оларды басқару. Бұл тақырып бойынша біз 5 бөлімге бөліп қарастырдық. Жалпы қазіргі заманғы бизнес ортада қаржылық тәуекелдерді түсіну және оны тиімді басқару кез келген ұйымның немесе кәсіпорынның табысты қызмет етуінің негізгі факторы болып саналады. Осы орайда біз қаржылық тәуекелдердің маңызы мен түрлеріне тоқталсақ. Жалпы қаржылық тәуекел дегеніміз не? Қаржылық тәуекел бұл ұйымның қаржылық мақсаттарына жетуге кедергі келтіретін, теріс әрекет етуі мүмкін болашаққа оқиғалардың белгісіздігі мен ықтималдылығы. Яғни тәуекелдер компанияның табыстылығына, ликвидтілігіне, несиелік рейтингісіне және жалпы қаржылық тұрақтылығына елеулі әсер етуі мүмкін. Қаржылық тәуекелдер әртүрлі көздерден туындайды және олардың әрқайсысы бизнеске өзіндік әсері бар. Тәуекелдерді дұрыс идентификациялау және бағалау басқару стратегиясын әзірлеудің негізі болып саналады. Осы орайда қаржылық тәуекелдерді дұрыс анықтау және жіктеу тиімді басқару стратегиясын құрудың алғашқы қадамы екендігін айта кетсек болады. Жалпы біз осы орайда тәуекелдерді дұрыс басқаруда ішкі факторлар және сыртқы факторларды қарастырып өтсек. Ішкі факторларға ұйымның ішкі процестері, басқару шешімдері, қызметкерлерден кеткен қателер болуы мүмкін. Ал енді сыртқы факторларға сыртқы жағдаят, яғни нарықтық жағдай, заңнамалық өзгерістер, геосаяси оқиғаларды жатқызамыз. Осы орайда тәуекелдерді алдын ала болжау және оларға дайындалу кез келген қаржылық стратегияның негізгі элемент екендігін айта кетсек болады. Жалпы қаржылық тәуекелдердің қандай түрлері бар? Біз соның ішінде негізгілеріне тоқталсақ. Қаржылық тәуекелдер бірнеше негізгі категорияға бөлінеді. Олардың әрқайсысы ұйымның қызметінің белгілі бір аспектілеріне әсер етеді. Әрбір тәуекел түрінің өзіндік сипаттамалары, көздері және басқару әдістері бар. Мәселен, нарықтық тәуекел. Нарықтық жағдайлардың өзгеруіне байланысты тәуекелдер. Валюта бағамының ауытқуы, пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі, акциялар мен басқа да қаржылық құралдарының бағасының құбылуы бұл нарықтық тәуекелге жатады. Осы орайда валюталық тәуекел шетел валютасы бағамының күрт өзгеруі, немесе пайыздық тәуекелдер несие құнның өзгеруі, бағалық тәуекелге инвестициялық портфельдердің құнстануы жатады. Келесі кезекте несие тәуекеліне тоқталайық. Контрагенттің немесе борышкердің өз міндеттемелерін орындамау, төлем қабілетсіздігі немесе қаржылық жағдайдың нашарлауы салдарынан туындайтын шығындар тәуекелі. Бұл кезде дефолт тәуекелі, борышкердің толық төлем жасамауы, концентрация тәуекелі, бір борышкердің тәуелділік немесе қамтамасыздандыру тәуекелі, кепілдің құнстануы болуы мүмкін. Келесі тәуекел түрі ликвидтілік тәуекел. Ұйымның өз міндеттемелерін уақытылы орындау үшін қажетті қолма-қол ақшаның жетіспеушілігі немесе активтерді тез және айтарлықтай шығынсыз сату мүмкін еместігі. Бұл ретте қаржыландыру тәуекелі, қажетті қаражатты тарту қиындығы туындауы мүмкін, немесе нарықтық ликвидтілік тәуекелі активтерді сатуда қиындық туындауы мүмкін, я болмаса төлем тәуекелі, бұл ретте қысқа мерзімді міндеттемелерді орындау мүмкін емес болуы мүмкін. Келесі тәуекел формасы бұл операциялық тәуекел. Ішкі процестердің, жүйелердің, адами факторлардың немесе сыртқы оқиғалардың жетілдірілмеуі немесе ақауларынан туындайтын шығындар тәуекелі. Процестік тәуекел бұл бизнес процестердің тиімсіздігі салдарынан, технологиялық тәуекелдер IT жүйелеріндегі ақаулардан немесе адами фактор тәуекелі қызметкерлердің қате жіберуіне немесе алаяқтық әрекеттері салдарынан, я болмаса заңнамалық тәуекелдер
бұл нормативті талаптардың сақтамау салдарынан орын алуы мүмкін. Жалпы қазіргі кезеңде көптеген ұйымдар бір уақытта бірнеше тәуекел түрлерімен бетпе-бет келуі де мүмкін. Мысалы, пандемия кезінде компаниялар операциялық та, нарықтық та, ликвидтілік те тәуекелдердің комбинациясын басынан өткерді. Сондықтан да кешенді тәуекелдерді басқару жүйесін құру өте маңызды. Осы орайда біз қаржылық тәуекелдердің түрлерін мына диаграммада көрсетсек, тәуекелдердің өзара байланысы. Қаржылық тәуекелдер оқшауланып емес, өзара байланысты жүйеде жұмыс жасайды. Бір тәуекелдің іске асуы басқа тәуекелдерді тудыруы мүмкін, немесе күшейтіп жіберуі мүмкін. Осы орайда нарықтық тәуекел несие тәуекелін арттыруы мүмкін, ликвидиттілік проблемалары операциялық тәуекелге әкелуі мүмкін, операциялық ақаулар барлық тәуекелдерді күшейтіп жіберуі мүмкін. Осы орайда тәуекелдердің дұрыс идентификациялау және классификациялау, тиімді басқару стратегиясын құру маңызды болып саналады. Әрбір тәуекел түрі өзіндік басқару тәсілдерін талап етеді. Кешенді көзқарас барлық тәуекелді есепке алуды қамтамасыз етеді. Үнемі мониторинг тәуекелдердің дамуын бақылауға көмектеседі. Енді келесі кезекте біз қаржылық тәуекелдерді басқарудың нормативтік негіздеріне тоқталып өтсек. Бұл ретте Қазақстан Республикасында қаржылық тәуекелдерді басқару нормативтік құқықтық базаға негізделген және халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Бұл бөлімде біз заңнамалық талаптар мен реттеуші нормаларды қарастырып өтсек. Жалпы Қазақстан Республикасында қаржылық тәуекелдерді басқару жүйесі кезең-кезеңімен дамып, халықаралық тәжірибені енгізе отырып қалыптасты. Нормативтік база үнемі жаңартылып, қазіргі заманғы талаптарға сәйкестендірілді. 2007-2010 жылдары қаржы нарығын реттеу агенттігі негізгі нормативтік құжаттарды бекітті, банктер мен қаржы ұйымдары үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің міндетті талаптары енгізілді. Екіншіден, 2018 жылы ISO халықаралық стандарт негізінде тәуекелдерді басқарудың жаңа тәсілдері қолданыла бастады. Стандарт тәуекел менеджменті үшін жалпы қағидаттар мен бағыттарды белгіледі. Ал 22 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жаңартылған тәуекелдерді басқару саясатын бекітті. Саясат ұйымның барлық деңгейлерінде тәуекелдерді жүйелі басқаруды қамтамасыз етеді. Осы орайда ISO негізгі қағидаттарын айта кетсек, интеграцияланған тәсіл бойынша тәуекелдерді басқару ұйымның барлық қызметіне біріктірілуі керек. Ал құрылымдық және кешенді жүйе бойынша жүйелі және кешенді көзқарас дәйекті нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі. Сонымен қатар жетілдіру мен бейімделу. Ол арқылы тәуекелдерді басқару үнемі жетілдірілуі және өзгеретін жағдайларға бейімделу қажеттілігін ұсынады. Осы орайда біз тәуекелдерді анықтауда мына жағдаяттарға назар аударғанымыз дұрыс. Халықаралық стандарттарды қолдану Қазақстанның қаржы жүйесінің әлемдік тәжірибеге сәйкестігін қамтамасыз етеді. Ал енді осы орайда сақтандыру ұйымдарындағы тәуекелдерге тоқталып өтсек. Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдары үшін тәуекелді басқару аса маңызды болып табылады. Өйткені олардың қызметінің өз тәуекелдері қабылдау және басқаруға негізделген. Қазақстан Республикасының заңнамасы осы салада қатаң талаптар қояды. Яғни мынадай қатаң заңнамалық талаптар бар. Сақтандыру ұйымдары үшін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы міндетті. Бұл жүйе келесі компоненттерді қамтиды. Бірінші, тәуекелдерді идентификациялау, яғни барлық ықтимал тәуекелдерді анықтап, оны жіктеу процесі болу қажет. Тәуекелдерді бағалау, ықтималдылық пен әсерді сандық және сапалық тұрғыда бағалау, тәуекелдерді мониторингілеу, яғни үнемі бақылау және есепке алу жүйесі. Сонымен қатар есептілік жүйесі, реттеуші органдарға тұрақты есептілік беру және ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару процестерінің тиімділігін тексеру. Осы орайда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі сақтандыру ұйымдарының тәуекелдерді басқару жүйелерін тұрақты түрде тексереді және бағалайды. Сонымен қатар
Сақтандыру ұйымының ірі қатысушылары болу үшін қатаң талаптарды орындау қажет. Біріншіден, іскерлік беделді растау. Ол үшін қатысушының өткен қаржылық қызмет мен тәуекелдерді басқару тәжірибесі тексеріледі. Және де қаржылық жағдайды бақылау. Қатысушының қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігі зерттеледі. Тәуекелдерді бақылау механизмдері, яғни бұл ретте ірі қатысушылар тәуекелдерді тиімді бақылау жүйелерін енгізуі міндетті. Осы орайда ірі қатысушылар сақтандыру ұйымының тұрақтылығы үшін жауапты болып табылады және тәуекелдерді бақылаудың жоғары стандарттарын ұстануы керек. Осы ретте бақылаудың мынандай механизмдерін ұсынамыз. Бірінші, капиталдың жеткіліктілігі, яғни сақтандыру ұйымдары минималды капитал талаптарын сақтауы және өз тәуекелдеріне сәйкес капитал ұстауы қажет. Және де резервтерді есептеу. Бұл ретте сақтандыру резервтері актуарлық есептеулерге негізделе отырып, консервативті қағидаттарды қолданып қалыптастыра алады. Және активтерді орналастыру. Бұл ретте сақтандыру резервтеріне сәйкес активтерді орналастыру қатаң нормативтерге сәйкес жүзеге асырылады. Осы ретте нормативтік базаның маңыздылығы өте жоғары. Яғни Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу бойынша нормативтік құқықтық актілер қаржы ұйымдарының тұрақты және қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл сақтандыру қызметі туралы заңда, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу туралы заңда, тәуекелді басқару бойынша нұсқаулар мен әдістемеліктерде қарастырылған. Сондай-ақ бұл ретте халықаралық ынтымақтастықтың да рөлі жоғары. Қазақстан халықаралық қаржы ұйымдарымен белсенді ынтымақтастық жүргізеді және әлемдік стандарттарды енгізеді. Базель комитетінің ұстанымдарын қолданады. Халықаралық сақтандыруды қадағалаушылар қауымдастығы стандарттарын енгізу және қаржылық іс-қимыл жөніндегі арнайы топтама ұсынымдарын да орындайды. Сонымен біз келесі бөлімде қаржылық тәуекелдерді бағалау және анықтау мәселелерін қарастырсақ. Яғни бұл бөлімде тәуекелдерді анықтау, карталау және сандық бағалау әдістеріне тоқталатын боламыз. Сонымен тәуекелдерді идентификациялау және карталау дегеніміз не? Жалпы тәуекелдерді идентификациялау бұл ұйымның барлық ықтимал тәуекелдерін жүйелі түрде анықтау, талдау және құжаттау процесі. Бұл процесс тәуекелдерді басқарудың бірінші ең маңызды кезеңі болып табылады. Яғни бұл ретте тәуекел иесін анықтау маңызды. Әрбір тәуекелге жауапты адамды тағайындау өте маңызды. Соған қарай жауапкершілікті бөлу, яғни тәуекел иесі тәуекелді мониторингілеу, бағалау және басқару шараларын қолдану үшін жауапты болу қажет. Сондай-ақ өкілеттіліктерді беру. Бұл жерде тәуекел иесі тәуекелді басқарушы үшін қажетті ресурстар мен өкілеттіктерге ие болу керек. Сондай-ақ есепке алу және есептілік. Тәуекел иесі тәуекелдің жағдайы туралы тұрақты есептілік береді. Сонымен қатар, тәуекел картасы құрылымына да тоқталсақ. Тәуекел картасы дегеніміз не? Бұл ұйымның барлық тәуекелдерін визуализациялау және басқару құралы. Ол келесі элементтерді қамтиды. Біріншіден, тәуекел сипаттамасын. Яғни бұл ретте тәуекелдің толық сипаттамасы және оның көздері мен салдары белгіленеді. Келесі кезекте ықтималдылық, яғни тәуекелдің іске асу ықтималдылығын бағалаймыз. Яғни төмен, орташа, жоғары деген баға беріледі. Және әсер деңгейі. Әсер деңгейінде тәуекел іске асқан жағдайда ұйымға оның әсерінің ауырлығы талданады. Сондай-ақ тәуекел иесі осы тәуекелге жауапты лауазымды адам немесе бөлім анықталады. Сондай-ақ басқару шаралары. Бұл ретте тәуекелді азайту немесе жою үшін қолданылатын әдістер қарастырылады. Сондай-ақ мониторинг жиілігі. Тәуекелді қаншалықты жиі қайта бағалау қажет. Яғни біз осы ретте осы карталау картасында, тәуекел картасында осы құрылым бойынша жұмыс жүргізілетін болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 2022 жылы тәуекелді басқару саясатын әзірледі және енгізді. Саясат университеттің барлық қызмет түрлері бойынша тәуекелдерді жүйелі түрде басқаруды қамтамасыз етеді. Осы ретте тәуекелдерді академиялық тәуекелдер, операциялық тәуекелдер, қаржылық тәуекелдер және беделдік тәуекелдер деп бөліп қарастырылды. Академиялық тәуекелдерде білім сапасының төмендеуі, аккредитацияны жоғалту, оқу бағдарламаларының тиімсіздігі сияқты тәуекелдер анықталды және басқару шаралары да әзірленді. Келесі кезекте операциялық тәуекелдер. IT инфрақұрылымның ақаулары, ақпараттық қауіпсіздік, персоналдың біліктілігі сияқты тәуекелдерге назар аударылды. Сонымен қатар қаржылық тәуекел барысында бюджеттік қаржыландырудың қысқаруы, студенттер санының азаюы, қосымша қаржыландыру көздерінің жоқтығы бойынша тәуекелдер картасы құрылды. Сондай-ақ келесі тәуекел формасы да қарастырылды. Бұл жерде беделдік тәуекелдер. Университеттің имиджіне әсер ететін оқиғалар, әлеуметтік желілердегі теріс пікірлер, медиа жарияланымдары бойынша басқару механизмдері енгізілді. Осы ретте қаржылық тәуекелдерді сандық бағалау әдістерін қарастырып өтсек, тәуекелдердің сандық бағалау олардың ықтимал әсерін дәл анықтауға және басқару шешімдерін қабылдауға негіз береді. Қазіргі заманғы қаржы ұйымдары бірнеше кешенді әдістерді қолданады. Біріншіден, стресс тесттеу, яғни бұл қаржы ұйымының экстремальды, бірақ ықтимал жағдайларға төзімділігін бағалау әдісі. Стресс тесттер нарықтық параметрлердің күрт өзгеру жағдайында ұйымның қаржылық жағдайын модельдеуге мүмкіндік береді. Стресс тесттердің негізгі элементтері бұл ретте сценарийлерді әзірлеу, яғни қаржылық дағдарыс, экономикалық құлдырау, геосаяси оқиғалар сияқты экстремалды жағдайларды сипаттайды. Макроэкономикалық айнымалар, яғни бұл ретте жалпы ішкі өнім өсімі, пайыздық мөлшерлемелер, валюта бағамдары, жұмыссыздық деңгейі сияқты параметрлер есепке алынады. Және де портфельге әсерді бағалау. Экстремалды жағдайларда несие, нарықтық және операциялық тәуекелдердің ұйымның капиталына әсері талданады. Осы ретте сценарийлік талдауға да тоқталып өтсек, сценарийлік талдаудың мынадай түрлері бар. Базалық сценарий бұл кезде ең ықтимал жағдайлардың дамуы ағымдағы трендтерге негізделген болуы мүмкін. Келесі оптимистік сценарий, яғни қолайлы экономикалық жағдайлар мен оң факторлардың әсері, және пессимистік сценарий қолайсыз жағдайлар мен теріс факторлардың комбинациясы. Осы ретте біз пайыздық мөлшерлеме және валюта тәуекелін модельдеуді де ұсынсақ болады. Қаржы ұйымдары пайыздық мөлшерлеме мен валюта бағамының өзгеруіне өте сезімтал. Бұл тәуекелдерді дұрыс модельдеу капитал жеткіліктілігін қамтамасыз ету үшін маңызды. Және де несие тәуекелін бағалау. Несие тәуекелі банктер мен қаржы ұйымдары үшін ең маңызды тәуекелдердің бірі болып табылады. Бұл ретте кредиттік рейтингтер, резервтер қалыптастыру маңызды роль атқарады. Яғни кредиттік рейтингтерде ішкі және сыртқы рейтингтердің жүйелер борышкердің төлем қабілеттілігін бағалауға көмектеседі. Ал резервті қалыптастыруда ықтимал несие шығындарын жабу үшін қажетті резервтерді есептеуге мүмкіндік береді. Осы ретте біз келесі бөлімге ауыссақ, қаржылық тәуекелдерді басқару әдістері. Яғни тәуекелдерді сатты басқару үшін әртүрлі құралдар мен стратегияларды біріктіріп қолдану қажет. Яғни біз бұл бөлімде тәуекелді азайтудың немесе оны және бақылау түрлерін тоқталып өтеміз. Қаржылық тәуекелдерді басқару үшін кешенді тәсіл қажет. Ол әртүрлі құралдар мен стратегияларды біріктіреді. Әрбір тәуекел түрі үшін арнайы басқару әдістері қолданады. Яғни біріншіден диверсификация стратегиясы. Диверсификация бұл тәуекелдерді азайтудың негізгі қағидаты. Ол капиталды немесе инвестицияларды әртүрлі активтер, нарықтар немесе бизнес бағыттар арасында бөлуді білдіреді.
сонымен диверсификацияның қандай артықшылықтары бар? Бұл ретте тұрақтылықты қамтамасыз етуге, яғни бір активтің немесе нарықтың нашар көрсеткіштері басқаларының оң динамикасымен өтелуі мүмкін, және де шығынды азайту. Бұл ретте жалпы портфель тәуекелі жекелеген элементтердің тәуекелінен төмен болады. Және болжамдылық. Бұл ретте кірістің тұрақтырақ ағыны және табыстылықтың төмен құбылмалылығы болуы мүмкін. Бұл жерде мына жағдаятты біз ескеруіміз қажет. Шамадан тыс диверсификация басқаруды қиындатады және қосымша шығындарға алып келуі мүмкін. Осы ретте диверсификациямен қатар хеджерлеу стратегиясын да қарастырып өтсек, хеджерлеу бұл қаржылық туындық құралдарды қолдану арқылы бағалардың, пайыздық мөлшерлемелердің немесе валюта бағамдарының қолайсыз өзгерістерінен қорғану әдісін айтамыз. Яғни валюталық хеджерлеу деген форвардтық келісімдер, опциондар және своптар арқылы валюта бағамының тәуекелін азайту. Экспорттаушылар мен импорттаушылар үшін бұл өте маңызды. Келесі пайыздық хеджерлеу, яғни пайыздық мөлшерлеме своптары мен фьючерстер арқылы несие құнының өзгеруінен қорғану. Банктер мен ірі корпорациялар үшін бұл пайыздық хеджерлеу өте маңызды болып саналады. Келесі тауарлық хеджерлеу, яғни бұл ретте шикізат бағасының құбылмалылығынан қорғану үшін фьючерстік келісімдерді қолдану, яғни бұл өндіруші компаниялар үшін өте маңызды. Осы ретте біз бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін бірнеше тәжірибелерді қарастырып өтсек. Бизнестің үздіксіздігін басқару бұл ұйымның кез келген дағдарыстық жағдайларда негізгі қызметін жалғастыруды қамтамасыз ететін жүйелі тәсіл. Қазақстанда және басқа көшбасы консалтингтік компаниялары осы саладағы үздік халықаралық тәжірибелерді енгізуде белсенді жұмыс жасайды. Яғни Қазақстан бизнестің үздіксіздігін басқару саласында кешенді шешімдер ұсынады. Компанияның тәсілі халықаралық стандарттар мен Қазақстанның нақты жағдайларын ескереді. Бұл ретте олардың негізгі компоненті бизнес әсерін талдау, яғни сыни бизнес процестерді анықтау, олардың үзілуінің әсерін және қалпына келтіруін қажетті уақытында бағалау, сонымен қатар тәуекелдерді бағалау, бизнес процестерге төніп тұрған қауіптерді, яғни оның ықтимал қауіптері мен олардың ықтималдылығын анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар стратегиялар әзірлеу, үздіксіздікті қамтамасыз ету және қалпына келтіру стратегияларын жасау қажеттігі ұсынады және жоспарларды енгізу, яғни дағдарыстық жағдайлар жоспарларын әзірлеу және тестілеу. Сонымен қатар біз ақпараттық қауіпсіздікті де қамтамасыз ету маңызды болып саналады, өйткені бизнестің үздіксіздігі осы орайда ақпараттың қауіпсіздігі өте маңызды. Кибер қауіптері қазіргі замандағы ең жылдам өсіп келе жатқан тәуекелдердің бірі. Сол үшін ақпаратты қорғау, деректердің құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін шифрлау, яғни қолжетімді басқару, аутентификация жүйелерін қолданылады. Сонымен қатар бұл ретте кибер қауіптерден қорғану, персоналды оқыту, инциденттерге жауап беру, бұл да бір біздің тәуекелдерімізді азайтудың бірден бір жолы болып табылады. Осы ретте бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін қандай тәжірибелер ұстанған дұрыс? Жалпы бизнестің үздіксіздігі бұл табыстың кепілі. Осы орайда мынадай технологиялық шешімдерді ұсынсақ болады. Қазіргі технологиялар бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз етуде маңызды роль атқарады. Бұл ретте бұлттық технологиялардың көмегі, виртуализацияның, автоматтандырудың маңыздылығы ерекше. Және де үздік мынандай тәжірибелерді қолдансақ болады. Тұрақты тестілеу, яғни кемінде 2 рет тестілеп, олардың жұмыс істейтініне көз жеткізіп отыру, үнемі тексеріп отыру, келесіден құжаттандыру, яғни барлық процедуралар мен байланыс тізімдерін жаңартып отыру, сондай-ақ персоналды дайындау, яғни қызметкерлердің өз рөлдері мен жауапкершіліктерін түсінуін қамтамасыз етуіміз қажет. Бұл ретте мынандай ұсынысты ескеріп өтсек болады. Бизнестің үздіксіздігіне
инвестиция салу бул сактандыруу полиси эмес, стратегиялык артыкчылык деп атап көрсөткөн. Енді біз осы ретте келесі бөлімге өтсек, яғни келесі бөлім қаржылық тәуекелдердің нақты мысалдары мен сабақтары деп аталады. Яғни жоғарыда айтылған мәселелер бойынша біз кішкене мысалдар келтірсек, нақты өмірде мысалдар тәуекелдерді дұрыс басқарудың маңыздылығын көрсетеді. Яғни бұл жерде қазақстандық және халықаралық тәжірибелерге де тоқталып өтсек болады. Қазақстанда соңғы жылдары бірнеше ірі компаниялардың банкроттығы байқалды. Бұл тәуекелдерді тиімді басқарудың маңыздылығын көрсетті. Ерекше назар аударатын жағдаят заңды тұлғалардың банкроттығы кезінде азаматтардың құқықтарын қорғау мәселесі. Яғни бұл ретте заңды тұлғаның банкроттығы кезінде зиян өтеу. 2022 жылдары Қазақстанда құрылыс компанияларының банкроттығы салдарынан мыңдаған азаматтар үйсіз қалды. Бұл жағдай заңнамада түзетулер енгізуге және тәуекелдерді басқару жүйесін жақсартуға әкелді. Бұл жердегі негізгі проблемалар алдын ала төлемдердің қорғалмауы, кепілдендірудің жетіспеушілігі, бақылаудың әлсіздігі және есеп айырысу кезектілігі. Яғни бұл ретте банкроттық кезінде кредиторларды қанағаттандыру кезектілігі азаматтарды жеткілікті қорғамады. Осының салдарынан осындай жағдайлар орын алған. Яғни бұл жерде ескеретін маңызды жағдаят 23 жылдан бастап барлық жаңа құрылыс жобаларды эскроу шорттары арқылы қаржыландыру қарастырылды. Яғни бұл қаржылық тәуекелдердің жоғарыда айтқан жағдаятынан бөлек оның әлеуметтік құқықтық салдары бар. Яғни компаниялардың банкроттығы тек қана қаржылық жағынан емес, құқықтық жағынан да, қоғамдық жағынан да оның салдары әсері бар. Бұл тәуекелдерді басқаруда кешенді тәсіл қажет етеді. Яғни әлеуметтік әсер бойынша азаматтардың өмірі мен денсаулығына әсер ететін жағдайлар, тұрғын үйден айыру, психологиялық стресске жол бару, отбасылық проблемалар туындауы мүмкін. Осы орайда мемлекет әлеуметтік қорғау шараларын қолдануға мәжбүр болады. Және оның да құқықтық салдары да бар. Яғни банкроттық процестер ұзаққа созылып, азаматтардың өз құқықтарын қорғау мүмкіндігін шектеу мүмкін. Сот процестері кейде бірнеше жылға созылып кетуі мүмкін. Яғни бұл жағдайда одан ары қарай жағдайды ушықтырып нашарлатуы мүмкін. Сонымен қатар экономикалық әсер де бар. Ірі компаниялардың банкроттығы бұл жүздеген жұмыс орындарының жоғалуына және басқа да салалардың құлдырауына, өңірлік экономиканың төмендеуіне алып келуі мүмкін. Енді осы орайда қаржылық тәуекелдерді басқаруда мынандай үздік тәжірибелерді атап кетсек болады. Әлемдік және отандық ірі компаниялардың тәжірибесі тәуекелдерді тиімді басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін анықтауға көмек береді. Мысалы, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы бұл жерде кешенді басқару жүйесін енгізді. Яғни нарықтық тәуекелдер мұнай бағасының құбылмалылығынан қорғану үшін хеджерлеу стратегиясын қолданады. Операциялық тәуекелдер кезінде өндіріс қауіпсіздігі мен экологиялық қорғау бойынша қатаң стандарттар белгілеген және валюталық тәуекелдер бойынша экспорттық кірістерді басқару және валюталық позицияны оңтайландыруға, сонымен қатар геосаяси тәуекел де халықаралық серіктестіктерді әртараптандыруға мәселелерін жолға қойды. Осы ретте компания 2014-2016 жылдары мұнай бағасының дағдарысын табысты еңсерді және тұрақты табыстылықты сақтай алды. Сонымен біз қаржылық тәуекелдерді тиімді басқарсақ, онда тұрақты дамуымыздың кепілі болып саналмақ. Олай болатын болса, бұл ретте біз жүйелі басқаруды, нормативтік сәйкестікті, үздіксіздік принципін ұстануымыз керек. Бұл жерде ұйымдар ішінде тәуекел мәдениетін қалыптастыру, технологияларды енгізу, үнемі жетілдіріп отыру және реттеушілер ішінде нормативтік базаны жетілдіру, бақылауды күшейту, тәжірибені алмасу өте маңызды болып саналмақ. Яғни бұл ретте қаржылық тәуекелдерді басқару саласы үнемі дамып келе жатқанын айта кетсек болады. Жаңа тәуекел түрлері пайда болуда: климаттық өзгерістер тәуекелі, кибер қауіптер, геосаяси тұрақсыздық, пандемиялар, ұйымдар осы
жаңа шындыққа бейімделу және тәуекел басқару жүйелерін үнемі жаңартып отыру қажеттігі ұсынылады. Жалпы біз ескеретін жағдаят, тәуекелді тиімді басқару бұл бір реттік жоба емес, ол үнемі үздіксіз бақылап отыратын процесс. Ол тұрақты назар, ресурстар және басшылықтың қолдауын талап етеді. Бірақ нәтиже бұл ұйымның тұрақтылығын, табыстылығын және ұзақ мерзімді табысқа жетуіне мүмкіндік береді. Осы ретте біз қорытындылай келе, дұрыс тәуекелді басқару табысты болашаққа жол ашатындығын айта кетсек болады. Сонымен біз бүгінгі лекциямызды аяқтайтын боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.